Сәлеметсіздер ме достар? Қайырлы күн десем де болады. Ал бүгін бізде үйде осындай уборка территория болады қазір. Жолдасым үйдің үлкендері жоқ, сондықтан да мен балалармен қазір осы үйдің шаруасымен айналысамын, даланың шаруасымен. Кішігірім уборка жасаймыз далаға. Екі ұлымды алып, бүгін осы маңайды тазалаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Және де осы видеоның ішінде бір жақсы рецепт болады сіздерге. Осы балалардың еңбегі үшін бүгін оларға дәмді бірдеңе пісіріп беремін. Ал міне достар, жұмыс басталып кетті. Осылай ауылдың балалары, тем более ұл балалар, осылай еңбекке баулу керек. Қазір мен олармен бірге осы ұлдарыма қызық болсын деп өзім де көмектесемін. Біздің ауылдың еңбегін тамашалап көріңіздер. Күн шамбы көткен сияқты кішкене жерді сулап алайық. Қалдарым ауылдың жұмысын жасап жатыр. Ал осы жерді жинап алайық. Ал достар, міне біраз жұмысы болып қалдық. Ауылдың жұмысын өзі спортқа келсесіздер ме? Кімде осындай ауылда бала кезінде жұмыс істеген оқырмандарым болса, пікірлеріңізді комментарийға қалдырып отырыңыздар. Кімде қандай ауылдың тіршілігін бастан кешкендеріңіз, осындай балалық шақтарыңыз болса қалдырып отырыңыздар. Өте қуанышты боламын. Ары қарай кеттік. Міне жарты жұмысымыз болып қалдық. Ал менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Менің балаларымның еңбегін көріңіздер. Еңбектің өзі тәрбие деп ойлаймын өз балаларға. Менің 5-тегі ұлым. Еңбекқор бала. Осылай ауылдың жұмысына бейімделіп келеміз. Баланы жас кезінен осы тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Жұмысқа, еңбекке. Достар, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, менің каналымда қолдап қойыңыздар. Өте қуанышты боламыз. Осылай ауылдың еңбегін, ауылдың тіршілігін, өмірін түсіріп отырамын арасында. Соны тамашалап отырыңыздар, егер де қызық болып жатса. Ал достар, мына жерде болдық. Кішігірім жинап қойдық. Енді ары қарай кеттік. Ал мұн жаққа кетті мен ұлдарым. Осы жерді кішкене жинап тастаймыз. Сосын ары қарай мен үйдің жұмысына кетем. Ұлдарым малдарды жайғайды, бұзауларды суарады. Ал бастайық. Ал ұлдар бітіре беріңдер. Мен үйге уборка жасауға кетеміз.
Достар, міне үйдің жұмыстарына кіріспес бұрын мен пирожки пісірейін деп отырмын. Ұлдарымның сұрауы бойынша пирожки жегілерге келген екен. Картоп пен пирожки. Енді ол үшін бізге осындай 1 килограммдай ұн, 2-3 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз және де 1 ас қасық ашытқы керек. Осылардың барын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Сұйық майды көз мөлшерімен қазір көрсетемін қанша құятынымды. 2-3 ас қасықтай су міндетті түрде жылы болу керек. Сонда нанымыз тез ашиды. Міне осындай қамыр жұмсақ болу керек, өте жұмсақ. Енді осының үстіне 2-3 ас қасықтай сұйық майымызды қосып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Және де қамырымызды 1 сағатқа қоя тұрамыз. Оған дейін үй жұмыстарын бітіріп алайық. Ал достар, мен қамырымды қойып қойдым, картошкамды тазалап қойып қойдым пісіруге. Енді үйді реттеп алайын. Сосын ары қарай картошкамыз бен пирожкимізді істеп, басқа да жұмыстарды істейміз. Ал бастайық. Бүгін демалыс болғандықтан міне балалардың ақ киімдері сабақ басталды. Осы киімдерін жууға салып қоямыз. Достар, ал жуылған киімдерді жайып алайын. Сосын сіздермен пирожки пісіруге кірсем. Қалған жұмыстарымды 2 қызым бар. Екеуі жуып бітіреді. Сосын кешке жақын Алла қаласа қолым тиіп жатса, сіздерге тағы да бір дәмді тағамның рецептісін түсіремін. Сонда дейін бірге болыңыздар, қараңыздар видеоларымды. Менің картопым пісті. Енді картоптың үстіне осындай пиязымызды қуырып, сарғайғанша қуырамызды тұзын бұрышын қосып, осы картопқа араластырамыз. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырды қолымызға майымызды жағып, столымызға май жағамызды кішкене қамырды осы төңкеріп, енді осының кішкентай бөліктерге бөлеміз. Міне бөліктерге бөліп қойдым. Енді қамыр өте жұмсақ болғандықтан осындай қолмен осындай форма жасаймыз. Осындай езіп. Енді осыған картопымызды салып, пирожки жасайтын боламыз. Қамыр өте жұмсақ, сондықтан оқтаудың қажеті жоқ. Осылай қолмен істей берсеңіздер болады. Міне қолға жабысып жатқан қамыр болса, осылай ұнмен қолдарымызға матырып пирожки істейміз. Енді қалған барлығын осылай пирожки істеп аламыз. Міне пирожкилерімізді істеп болдық. Енді осыны қызып тұрған майымызға пісіреміз. Қызарғанша өте жұмсақ болып шықты. Майымызға алып барамыз. Мен сұйық майым қызып қалды. Енді ауыл болғандықтан менде осыны том май болады қашанда. Қысқы соғымнан күзіктен қалған майларды шығарып, осылай қойып қоям. Бауырсақ пирожки пісірген кезде қолданамын. Соның кезде бауырсақтарымыз біздің май сормайды. Енді менде әзірге осы уақытша газға пісіріп жатырмын. Өйткені уақытша біздің қол пешім жоқ. Биыл осы істеуге оған қол тимеді. Келесі жылы қол пешім болады. Алла қаласа. Сондықтан да газға пісіріп жатырмын. Ауылда тұрып пешке неге пісірмейсің деген адамдарымыз болса, айтып қойайын дегенім. Міне пирожкилерім қызып пісті. Бөлменің жарығына освещениесі дұрыс болмағандықтан, жарығы дұрыс болмағандықтан менің пирожкилерім түсі ақ сияқты, бірақ қызарып пісіп жатыр. Міне осындай болып пісті. Дауысы да прям кітірлеп, әдемі болып шықты. Ып-ыстық пирожки. Ал достар, міне пирожкилерімді пісіріп болдым. Жаңағы жазғы ас үйімде жарығы басқаша еді. Міне кішкене үйіме келіп сіздерге түсіріп жатырмын. Осындай қызартып пісірдім. Жіп жұмсақ. Дауысы да әдемі шығады. Міне осындай көлемде шықты. Ал енді ары қарай үйімнің жұмыстарымен қазір қой келетін уақыт, ауыл болғаннан кейін қойға шығып, ары қарай кешкі астың қамына кірсем, сіздерге өте дәмді, әдемі ерекше кешкі астың рецептісін түсіремін. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай ауылдың өмірін, ауылдың тағамдарын сізге түсіріп отыруға тырысамын. Менің каналымды қолдап жіберсеңіздер өте қуанышты боламын. Ары қарай менімен бірге болыңыздар. Әлі де жұмыстарымыз бар. Және тағам пісіреміз. Жеттегі ұлым менің
атпен шауып келе жатқан. Мал тігеді осылай атпен. Ал кешкі астың қамына кірісейік. Ең бірінші мен осы пиязымды турап, қуырып, етімді қойып қоямын. Бүгінгі кешкі аста менде қамырмен жасалатын кешкі ас. Міне осы пияздарымды турап дайындап алайын. Міне пияздарын турадым. Енді осыны қызып тұрған майға қоямыз. Ары қарай еттерімізді тураймыз. Менде осында бүгін ешкінің еті. Осы бір қолын алдым. Тұтасымен, өйткені отбасымызға жететіндей болу керек. Мен пиязым қойылды. Еттерімді барлығын сүйегімен қосып турадым. Өйткені біздің балалар отбасында сүйегін мүжіп жеген жақсы көреді. Ал енді қамырына кірісейік. Біздің етіміз қойылғанша. Ол үшін бізге 200 грамм су, 200 грамм сүт, 1 шай қасық тұз, және де 2 шай қасық осындай пак майы ашытқысын қолданамын. Өте жақсы ашытқы. Жылы су мен сүтіміз жылы болу керек. Сонда біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Осыны араластырып оны қосамыз. Оның мөлшерінде барлығы 700 грамм, бірақ кішкенесін алып қалдым. Өйткені бізде қамырдың ұнға байланысты, оның сапасына байланысты қамырымыз біздің жұмсақ болу керек. Сондықтан да бөліп қоссаңыз дұрыс болады. Міне қамырды иледім, және де қолыма бір ас қасық сұйық май қосып, осылай қамырды қолға жабыспайтындай етіп илеп, оны 1 сағатқа қойып қоямыз. Менде осыншама ұн қалды міне. Сондықтан да барлығын қоспаңыздар. Міне етімізді қуырылып қалды. Енді осының үстіне суын, тұзын қосып, тағы да ары қарай пісіреміз. Біздің етіміз піскенше біз оған қажетті көкөністерді турап дайындап қоямыз. Бізге ол үшін сәбіз, тәтті бұрыш, картоп қажет. Мөлшерін өз қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Мен картопты көбірек алдым, өйткені біздің балалар картоп жақсы көреді көбірек. Міне көкөністерді турап қойдым. Енді сәбізімізді етке қоса береміз, өйткені сәбіз кішкене көбіректеу піседі. Осы етке салып, тұзын, суын қосып, оны жарты сағаттай пісіреміз. Енді осы газымызға мантываркаға су қоямыз. Өйткені біз қамырды қазір бөлек мантываркаға пісіретін боламыз. Енді қамырымызбен айналысамыз. Қамыр көтерілді. Енді осы қамырды кішкене иілеп, столымызға ұн сеуіп, қамырды екіге бөліп, 2 дөңгелек қылып оқтаулаймыз. Қамыр өте жұмсақ болып шықты. Осыны дөңгелектер, осыны қалыңдықта оқтауладым. Енді осы қамырға мен салмасына осындай 200 граммдай сары май алдым. Сливочный май 2 қамыр болғандықтан 200 грамм алдым. Осыған мен укроп және де 3-4 дана сарымсақ қосам, күштен өткізіп ерекше дәм береді. Бірақ достар, қалауларыңыз бойынша, егер де сіздерге ұнамаса, сарымсақ пен укропты қоспай қоюларыңызға болады. Тек қана сары май немесе сұйық май жақсаңыздар болады. Міне мен осындай укроп пен сарымсақты майға араластырып дайындап қойдым. Енді осыны оқтаулаған қамырымызға кішкене құйып жағамыз. Және де рулет секілді орап дайындап қоямыз. Және де екінші қамырымызды осылай оқтаулап дайындап аламыз. Екеуін дайындап болғаннан кейін оларды кішкентай бөліктерге бөліп, турап, мантываркаға жарты сағатқа пісіреміз. Достар, міне осындай қалыңдықта осылай тураймыз. Әдемі болып шығады. Және де мантываркаға салып, суында қайнап қалған шығар, жарты сағат пісіреміз. Міне нанымызды салып қойдық. Және де етіме картопты салып, бір ас қасық томат салып, жаңағы қалған майдағы сарымсақты барлығын қосып жердім. Және де өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосып пісіре беріңіздер. Міне достар, менің кешкі асым дайын болды. Бағана ұлдарыма уәде берген дәмді асым. Өйткені менің балаларым қамырмен картоп қосқан тағамнан артық тағам жақсы көрмейді. Міне дайындап көріңіздер, сіздер де өте дәмді шығады. Қамыры да өте жұмсақ, өйткені ашытқыда дайындалған қамыр болғандықтан жұмсақ болып шығады. Достар, егер де менің бүгінгі сіздерге видеоларым және де дайындаған асым ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің дайындау әдістеріңізді осы комментарийға жазып кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Және де менің каналымды дамытуға үлестеріңізді қосып, комментарийларыңызды жазып отырсаңыздар, өте риза боламын. Рахметімді айтамын алдын ала. Дайындап көріңіздер достар, менің кешкі асымды, осындай рецептімді. Өте дәмді шығатынына сөз беремін. Және де келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.